Перизат Мырзахмет, екінші тарау. Жүрегім жүрегімнен бақыт тапты. Сонымен сол күнге де келіп жеттік. Менен ауыр жүк түскен Перизат еркін тыныстап, азапты да жегі ойлардан ажырап, бұлттан шыққан күндей жарқырап жүрген күндер. Өмірі түйіліп жүретін қабақтар жадырай ашылған. 30 тісті жарқырата көрсетіп ыржия береді. Төсектен ұшып тұрады, көшеде қалықтап жүреді, жұмыста ұшып қонып отырмайды. Ауызға дәм, көзге бояулар оралған. Тура 6-шы күн. Алғашқы кездесу Мәдидің туған күнінде болды. Ойында ештеңе жоқ, Перизат туған күнмен құттықтауға барған топтың арасында жүрген. Құттықтаушылар үстел басына жайғасып жатқан Перизатты үлкеніміз деп төрге шығарды. Бір қарасақ, Мәди Перизаттың дәл жанында отыр. Ол кезде Перизаттың да, Мәдидің де ойында мәні мына әдемі туған күн кешінен басқа дым жоқ еді. Алаңсыз тойлау жалғасып жатқан кез. Бір кезде әндетіп кірген даяшы тортты Перизаттың қолына ұстата салды. Ол әзілдеп тұрып Мәдиге ұсынды. Мәди кішкентай шырақтарды үрлеп өшіруге еңкейгенде екеуінің жанары тоғысты. Дәл осы сәт менің есімнен ешқашан шықпады. Құттықтаулардан ба, тосын сыйлардан ба, әйтеуір Мәдидің жанары жасаурап тұр екен. Онсыз да жақұттай әдемі жанарды мөлтілдеп тұрған көз жасы одан сайын жайнап жіберді. Мен кеуде қуысында бір емес бірнеше рет аунап түстім. Бірақ у да шудың ортасында Перизат менің бұл әрекетіме назар аударған жоқ. Мәдиге қарап бірдеңе деп әзілдеді де бәрін ду күлдірді. Туған күн тойлау әрі қарай жалғасты. Содан кейінгі 3 күнде Перизат менің соғысымның мүлде басқа ырғаққа көшкеніне назар аударған жоқ. Ал мен Мәдидің жүрегінің дүрсілін анық естіп жаттым. Ол да иесінің кеудесінде атой салып бақытты. Бірақ Перизат та, Мәди де әзірге тек әзілдерінің жарасқанын, ойлары бір жерден шығатынын, бір-бірінің астарлы әзілдері мен шымшымларына екеуі де рахаттана күлетіндерін байқады. Бірақ Перизат оған да аса мән берер емес. Жасымды сыйлайды, танымал дейді, тағы басқа быды-быды деп бөтен ойларды маңайлатпады. 3-ші күні қыдырған топ бір-бірлеріне телефон арқылы сурет ауыстырып отырған. Айфон ұстағандар Android арқылы жіберіп жатыр. Мәди Перизатты 1-2 жерде сурет видеоға түсірген екен. Соны жібермек болып, Перизат сіздің Android қалай аталады деп сұрады. Айфон ұстайтын білмеген, бар мүмкіндігін пайдалана қоймайтын Перизат iPhone UZ деп тұр деді жайбарақат. Мәди келіп қарсы алдына отырда Перизаттың телефонына еш рұқсатсыз қолына алды. Бірдеңелерді жазды, өзгертті, сақтады да Перизаттың қолына қайта ұстатты. Перизат телефонды ашып қараса, телефонның атауын Голор Film Life Winner деп өзгертіпті. Қазақша мағынасы түрлі түсті өмірдің иесі. Мен өкпені тықсырып, тарсылдап, атқақтап, жұмыс істеп кеттім. Міне сол сәтте Перизат бірінші рет Мәдиге басқа көзбен қарады. Дәл сол сәтте менің дүрсіліме ырғағымнан жаңылсып, жанталасып соғып тұрғаныма назар аударды. Егер
Қолыңыздағы кітап емес, алдыңызда экран болса, кадрда от шашу атылып, гүл бүршік жарып, көздің қарашығы ұлғайып, ту көтеріп, әйтеуір ұлы қуанышты, шексіз шаттықтың белгісі көрсетілер еді. Қолыңызда кітап болғандықтан осы сәтте екі адамның арасында көзге көрінбейтін, бірақ қуаты күшті жаңа оянған жанартау сияқты сезімнің пайда болғанына куә болдым деген жалаң сөйлемді қанағат тұтасыздар. Содан кейінгі күндер мен түндер өң мен түс арасында өткен сияқты. Алғашқы түні екеуі айлы түннің астында кинода сценарист әдейі ойлап табатын сахна, ал өмірде Құдайдың өзі осылай жазды. Террасада таң ағарып атқанша сырласты. Сезім жайлы, қазіргі күйлері жайлы емес, бірін-бірі танып білгісі келгендей әртүрлі тақырыптардың басын шалып, әсіресе армандар мен мақсаттар жайлы ұзақ айтты. Перизат Мәдидің жасы 20-ға енді толғанына қарамастан осынша ақылды, сабырлы, салмақты ойлануына, өйткені мен болашағын эмоциясыз сараптай алатынына қатты таң қалды. Осы уақытқа дейін талай жасқа сабақ берді, талаймен бірге жұмыс істеді, бірақ бірде мұндай табандылықты, мұндай талғамның иісі де ізі де жоқ еді. Перизаттың жасы үлкен деген өтірік сыпайылық жоқ, мені байқасыншы деген жалбақтау жоқ. Әрі сөзі, әр қимылы шынайылыққа толы. Сол таңда екеуі екі бөлмеге бір-бірін қимай әрең кетті. Үлкен өзгерістің алдындағы қорқыныш па, толқыныс па, екеуі де ұйқыдан қол үзді. Ертеңіне түнде тағы жалпы отырыс, тағы да әдемі әңгіме, әзілдер, ойындар. Түн жарымнан ауғанда адамдар жайлап тарай бастады. Перизат пен Мәди әңгімені соңына дейін созды. Ақыры екі бөлмеге кету керек. Перизат орнынан әрең қозғалды. Есікке қарай еріне аттанғаны сол еді. Мәди: «Пико, қайырлы түн тілейміз бе?» деді. Перизат ақырын бұрылды да Мәдидің бетінен шөп еткізді. Ылып беріп бөлмеден шығып кетті. Мен қыңсылап жатырмын. Қайт, айт, құшақта да жіберме. Қайдағы мидағы күмән, күдік, қорқыныш басымырақ түсті. Перизат өз бөлмесіне кетті. Эйфорияның шыңына шығып алған мен ұйқы берем бе? Төсегінде дөңбекшіп жатқан Перизатқа СМС келді Мәдиден. Қатардағы қайырлы түн тілеу тағы бір жарым сағаттық сөз атысқа айналды. Бір кезде Перизат: «Мен алыстан орағытқанды жек көрем, қымбат уақытты өлтіреді. Сен маған ұнайсың және сен оны байқадың», деп жазып жіберді. Жауап: Перизат оның жауаптарынан Мәдидің абдырап қалғанын, бұл әңгімені күтсе де бұлай тез болатынын болжай алмағанын түсінді де тықсыра қойған жоқ. Таңғы асты бірге ішеміз деп келісті де қайырлы түн тіледі. Бірақ сол қалпы кірпіктері айқаспай қойды да Перизат таң атқанша Мәдимен бірге түскен суреттерді қарап шықты. Бір сурет ерекше көзіне түсті. Мәди Перизаттың басындағы тақияны дұрыстап жатыр екен. Не деген сенім, өзіне деген сенім, жастығы ғой күш беріп тұрған. Ал мен әдетте бөтен адам жаныма тұра қалса жақтырмайтын басым. Маған не болды? Тақиямды түзетіп жатқан Мәдиге қарап мәз болып тұрмын ғой.
Таңғы ас екеуі түнгі әңгімеге болғандай тымпиды. Бірге серуендеп келді де террасаға қайта кірді. Көлеңкедегі диванға қатар жайғасты. Даладай террасада басқа орын жоқтай жанаса отырды. Қозғалыстан ләм-мим деместен иықтарын түйістіріп қана 1,5 сағат өтті. Екеуі екі жаққа қарап өз ойларымен алысып отырғанда қос кеудедегі екі жүрек үнсіз сырласып жатты. Ерекшесің, сіз де өте, ұнайсың, сіз де өте. Бұлай табысу кино сияқты ма қалай? Сюжетті өмірден аламыз деп өзіңіз айттыңыз ғой. Менің ем сене алар емес, мені емес үрейін тыңдап отыр. Менің ем де, ал ол сізден 16 жас кіші, қорқуы заңды. Я түсінем, жүректің уақыты келді. Ары қарай ұшақта осы қалпы отырды. Перизат Мәдидің иығына басын қойды да алаңсыз ұйықтап кетті. Қанша жылдан бері бірінші рет тәтті ұйықтады. Соңғы рет сәби күнінде осылай пысылдаған шығар. Одан кейін жанталас, арпалыс, күнде күрес, күнде итжығыс, күніне 4 сағат ұйықтай алса жеңіс. Сол 4 сағаттық ұйқының өзі түні бойы 10 бөлініп миыда демалмай ертеңіне түнімен жау қайырғандай мең-зең дел сал оянатын. Әсіресе соңғы 5 жыл. Шаршауын шаршайды, төсекке жатуын жатады, көзін жұмуын жұмады. Талықсып барып ұйықтайды, бірақ миы бір сәтке де тоқтамайды. Ойлар түсініксіз, бұлдыраған. Ұшы-қиыры жоқ бірдеңелер. Ұйқысын дұрыстау үшін Перизат барлық ақылды сайттарды, кітап, мақалдарды, мамандарды тыңдап көрді. Кеңестерін ұсынған қилы амалдарын істеп те көрді. Массаж, шәй, жылы ванна, шамдар, медитация, дәрілер және тағы басқа амал айланың бірде-бірі түнгі мазасыздықты жеңе алмады. Біраз жыл бұрын досы Динара екеуі Өзбекстанға барған. Екеуі қаланы аралап келіп шаршап құлайды. Бірнеше түннен кейін Динара, сен қиналып ұйықтайды екенсің, ыңырсып әрең басыласың деген еді. Сол ұйқысыздықтың емі қаншама ауыр түндердің шешімі сүйген адамның иығында екенін іштей сезетін. Міне енді көзі жетті. Дабыл табу деген осы шығар. Мәдидің иығында Перизаттың жаны тынышталды. Тереңіне батып, тұншықтырып, қиналып жіберген ойлардың ұшағы да жоқ. Көзін жұмды да тәтті тыныштыққа еніп кетті. Дене өзінен өзі босаңсып, ертегі әлемдегі мамықтың үстінде жатқандай рахат күй кешіп жатты. Ал Мәди Перизаттың қолын бір сәтке де босатқан жоқ. Ұшақ аспанға көтерілгеннен жерге қонғанша алақанын сипай берді. О, тыныштық, жарықтық, осындай ма едің? Астанаға жеттік. Перизат ауылдағы баласына Мәди үйіне кетті. Ештеңені ашып айтпады. Сөз бұл жерде артық дүние еді. Перизат сөзді қанша жақсы көрсе де, оған осы бір үнсіздік ұнады. Жанарлар сайрап тұрды, әрекеттер сөйлеп тұрды. Одан артық не керек? Жылдар бойы аңсаған осы тыныштық емес пе еді? Бірақ ауылға барар жолда телефон қолынан түспеді. Ауылға барған соң да біресе сөзбен шымшыласады, біресе әлемді проблемаларды талқылап кетеді. Енді бір қараса, мемдер жіберіп жұмыстарын әңгімелеп, әйтеуір телефонға тыным болған жоқ.